Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Шымкент жүрек орталығы өзінің алғашқы ресми YouTube каналын ашып отыр. Қазіргі таңда осы мамыр айының бірінші апталығы бүкіл дүниежүзі созылмалы жүрек жеткіліксіздігі апталығын атап өтеді. Осы біздің орталығымыздың кардиолог дәрігері және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бойынша Шымкент қаласының аймақтық координаторы Балабекова Айнаш Қамбарбековна ханымды шақырып отырмыз. Біздің арнаға тіркеліп қойыңыздар, пайдалы, маңызды ақпараттардың бәрін осында алатын боласыздар. Құрметті Айнаш Қамбарбековна, бірінші сұрағым, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі дегеніміз ол қандай ауру? Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Жаңағыдай айтып өткендей, осы апта ол созылмалы жүрек жеткіліксіздігі мен күресу және сондай ауыратын науқастармен ақпараттандыру аптасы басталды. Осы аяда біз бүгін барлық маңызды созылмалы жүрек жетіспеушілігі бойынша барлық ақпаратты беруге тырысамыз. Бұл сұрағыңызға енді созылмалы жүрек жеткіліксіздігі дегеніміз ол өздігінше бір диагноз емес. Бұл көбінесе бір қандай да бір жүрекке байланысты және жүрекке байланыссыз аурулардың соңғы этапы болып саналады, асқынуы болып саналады. Жүректің негізгі бір функциясының бірі ол насосный функция дейді ғой. Жаңағыдегі жүрек бір минутта адамның өзінің организміне керекті қанды айдап отыру. Бір минутта мысалға әркімнің дене бітіміне байланысты 4 литрден 8 литрге шейін қан айдайды. Сол кезде адам өзін жақсы сезінеді. Күнделікті жұмысын істей алады, ойнап күледі деген сияқты физически қандай да жаттығуларды да жасай алады. Күнделікті ешқандай ауырмай өмірін сүреді. Ал созылмалы жүрек жеткіліксіздігі дегеніміз ол жаңағыдегі біз айтқан 4 литрден 8 литрге шейін қанның азаюы. Яғни жүректің насосный функциясы бұзылып, жүрек бір минутта жаңағыдегі қолқа артериясына қанды айдай алмауы. Яғни организмге, ағзаға керекті қанмен қамтамасыз ете алмауы жүректің. Осыны біз созылмалы жүрек жеткіліксіздігі деп атаймыз. Осыны толыққанды жауабыңызға рахмет, Айнаш Қамбарбекқызы. Енді келесі сұрақ, бұл ауру қандай себептерден пайда болады? Яғни қарапайым халыққа қауіпті факторлермен таныстырып өтсеңіз. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі көбінесе қазіргі статистикаға сенсек 70% созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бұл жүректің ишемиялық ауруы. Одан кейін артериалдық гипертония, яғни жүректің ишемиялық ауруы дегеніміз жүректің инфаркттан кейін немесе жүректің основной жаңағыдегі 3 қан тамыры бар дейміз ғой, коронарный артерий. Сол коронарлық артериялардың бітелуінен жүрекке миокардына толыққанды қан жетіспейді. Соның әсерінен жүрек өзінше оттегі кислород жетіспегендіктен некрозға ұшырай бастайды. Жаңағыдай ишемия бола бастайды, соның әсерінен болады. Немесе науқастар көбінесе қазіргі кезде артериалдық гипертониямен ауыратын науқастар өте көп. Жастар бар, олар дер кезінде дәрігерге қаралмайды. Өте жоғары давлениемен жүре береді, қан қысымыменен. Көп науқастарға қарап отырсақ 150-160 деген артериалдық қысым үйреншікті болып қалған. Соның кесірінен оның асқынуы ретінде осы созылмалы жүрек жеткіліксіздігі болады. Бұл жиі кездесетін себептер, және де түрлі аритмиялар болуы мүмкін, аритмиялардың кесірінен болады. Немесе жүректен тыс аурулар болуы мүмкін, жаңағыдегі гипотиреоз дейміз, өкпенің аурулары себептерден түрлі аутоиммундық аурулар, солардың асқынуы ретінде болады бұл ауру. Сонда созылмалы жүрек жеткіліксіздігі деген, былай қарапайым тілде айтатын болсақ, жүректің адамның ағзасына оттегі мен қанды дұрыс жеткізбеуі. Жүрекке негізі бүкіл организм ол қанмен қоректенеді. Қанда ол кислород жеткізуші болып табылады. Әр орган сол қанды өзіне кислородты қанықтыра отырып өз жұмысын жасайды. Ал жүректің ол өзінің жаңағыдегі айтқандай бір минутта керекті қанды лақтырып бере алмау жүректі. Соның кесірінен жүрекке келетін қанның азаю, перфузия дейміз ғой, қан айналым әрбір органда қан айналым нашарла бастағандықтан болатын ауру. Өте жақсы түсінікті. Жалпы осы дүниежүзілік
созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің апталығында біздің орталықта сіз осы саланың ең негізгі маманы ретінде қандай іс-шаралар жасалып өткенін атап өтесіз бе? Біздің министерство менен 2018 жылы жол картасы басталған болатын. Кейінірек ол жаңағыдегі пандемия әсерінен кішкене тоқтатылған бірнеше жылға, бірақ 20 жылдан бастап, 2021 жылдан бастап бұл қайта қолға алды. Неге? Өйткені қазіргі кезде созылмалы жүрек жеткіліксіздігімен ауыратын науқастар күннен күнге көбеюде. Дүниежүзілік статистикаға сенетін болсақ, 2030 жылы бұл ауру әрбір дәрігерге 30.000 науқастан келеді деп саналып отыр. Біздің осы жол картасы аясында 21 жылдан бастап біздің орталықта айналыса бастады, яғни хирургиялық емдеумен айналысып бастады. Терминальный стадия дейміз, жәндік сердечный жүрек жеткіліксіздігінің терминальный стадия, яғни ол 4 стадия болатын болса, A, B, C, D, соңғы стадиясы ол терминальный стадия. Ол кезде, бұрынғы кезде бұндай науқастар ешкім емдемейтін, үйге қайтаратын. Шындығын айтқанда, үйге ешқандай нәрсе істей алмағандықтан өлімге кететін. Қазіргі таңда, егерде бұндай науқастар бізге келіп жатқан болатын болса, бұл кісілерге біз хирургиялық жолменен емдеуге жолдаймыз, біздің центр. Және де 2021 жылдан бастап ауыратын науқастарды біз регистрге алып жатырық, тіркеуге аламыз. Оларды әрбір ай сайын 3 айда бір рет келіп шақыртып отырамыз, әрқайсының стадиясына байланысты. Жаңағыдегі оларда болатын базисная терапия дейді, сердечная недостаточностьпен ауыратын науқастардың бәрі базисная терапия алу керек. Өздерінің арнайы бір дәрілері болады, соларды титрация жасап отырып, жаңағыдегі мөлшерін жағдайына қарай жоғарылатып отырып емдейміз. Және де осы жаңағыдегі айтқандай 21 жылдан бастап біздің орталық бүкіл Шымкент қаласының жаңағыдегі қасымыздағы Түркістан кардиолог дәрігерлерін, жаңағыдегі ВОП дәрігерлерін үйретіп, оқытуменен келеді. Осы апталықта қазіргі таңда біз бірнеше поликлиникалардың ВОП дәрігерлерін оқытып жатырық. Яғни қай кезде қалай анықтау керек, бұндай созылмалы жүрек жетіспеушілігімен ауыратын науқастарды қандай операцияларға жіберуге болатын, қалай емдеу керек екенін үйретіледі. Түсінікті. Осындай жүйелі жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағым, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі ауруының қандай бір алғашқы белгілері болады? Жалпы қарапайым халықтар неге назар аудару керек? Егер де науқас бұрыннан артериалдық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен ауырып жүрген болатын болса, немесе басқа да аурулармен ауырып жүрген болатын болса, бұл кісілер міндетті түрде терапевт немесе кардиологтарда қаралып жүру керек. Егер осы науқастарда кейінгі кезде коронавируспен ауырғаннан кейін науқастарда байқап жүрміз, оларда да осындай созылмалы жүрек жетіспеушілігі жиі анықталып жатыр. Яғни бұл науқастар бірінші кезекте ентігу пайда болады. Бірінші кезде науқастар байқалмауы мүмкін, өйткені бұл науқастарда қандай да бір физикалық күштеме жасалған кезде ғана ентігуі мүмкін. Біртіндеп бұл аурудың күшеюіне байланысты ол ентігу жиілеуі мүмкін. Кей күндері кейде болады, бұл науқастар түнде ұйықтай алмайды, жаңағыдегі ортопноя дейміз ғой, жастыққа басын қоя алмайды. Мұндай науқастар жастыққа басын қойған кезде ентігу, тұншығу сезімдері пайда болады. Жөтел болуы мүмкін. Жөтел кейде қақырықпен де, қақырықсыз сухой дейміз, құрғақ жөтел болуы мүмкін. Аяқтарының ісінуі болуы мүмкін. Тез шаршағыштық болады. Әлсіздік болады, жүректерінің тарсылдап ұрып кетуі болады, немесе кеудесінде қандай да бір ауырсынулар болуы мүмкін. Егер де осындай симптомдар болса, бұндай науқастар тез арада дәрігерге, егер де тем более бұрындары ол кардиологта қаралып жүрген науқас болатын болса, бір нәрсемен учетта тұрып, ол науқастар міндетті түрде қаралу керек тез арада. Құрметті көрермендер, осындай белгілерді сезген болсаңыздар, маманның кеңесіне жүгініп, тез арада дәрігерге қаралуға кеңес береді. Ал енді жалпы осы ауруды алдын алудың қандай тиімді жолдары бар? Жаңа айтып өткенімдей, бірінші ол себептерін, яғни науқаста
бұрындары уже белгілері болған болатын болса, немесе бір қандай да бір аурумен учетта тұрған болатын болса, бұл науқастар жылына бір рет кардиолог кеңесіне жүгіну керек. Давление, артериалдық қысымды қадағалап тұру керек. Көп науқастар рабочее давление дейді ғой, ол жаңағыдағы өзінің артериалдық қысымын күнделікті өлшеу керек. Тұзды нәрсені азайту керек. Тұз біздің жүрегімізге өте зиянды болып саналынады. Жаңағыдағы майлы тамақтарды, содан кейін барып қазіргі кезде біздің Қазақстанда липидология жүйесі дамып келе жатыр. Әрбір науқас өзінің 40-тан асқаннан кейін липидный спектрін білу керек. Ертең күні жүректің ишемиялық ауруына ұшырамау үшін, ол егерде ұшыраған жағдайда ол созылмалы жүрек жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Соларды бақылап жүру керек. Рахмет. Келесі сұрағымыз, жалпы осы созылмалы жүрек ауруы толық емделеді ме? Әлде ол әрдайым бақылауда ұсталып отыратын ауру ма? Егерде науқас созылмалы жүрек жетіспеушілігімен қысқа уақыттан бері ауырған болатын болса, немесе бір мысалға ауырды, бір ай көлемінде дер кезінде көрінді, дер кезінде жаңағыдағы көмек көрсетілген жағдайда бұл науқастардың жүрегі қайта қалпына келу мүмкіндігі бар. Егерде науқасы жүріп алған болатын болса, 5-6 айлап, жылдап, егерде созылмалы жүрек жетіспеушілігімен ауыратын болатын болса, бұл науқастарда қайта келу, жүректің функциясы қайта келуі қиын. Келмейді деп айтсам да болады, бірақ бұндай науқастар олмен бірге созылмалы жүрек жетіспеушілігі қойылды, болды, ол өлімге алып келді деген нәрсе емес. Ол науқастар арнайы базисный терапияны ішіп отырып, жақсы өмір сүру, жаңағыдағы өмірін ұзарталады, жаңағыдағы жақсы өмір сүріп жүре алады бұндай науқастар. Бірақ та егерде даже бір рет созылмалы жүрек жетіспеушілігімен ауырған болатын болса, бұндай науқастар үнемі кардиолог дәрігерде қаралып тұру керек. Жаңағыдағы базисный терапия дейміз ғой, оны бірдестен алып тастауға болмайды, ұзақ уақыт сол базисный терапияда жүретін болады. Енді Айнаш Қамбарбекқызы, жалпы көрермендерге түсінікті болу үшін, жалпы созылмалы жүрек жеткіліксіздігі деген ауру көбісі біле бермейді. Чтобы осыны түсінікті болу үшін, осыны бір жүйелеп кетсек, жалпы жүректің қандай аурулары бар? Және соңғы стадиясы осы жүректің созылмалы жеткіліксіздігі ғой. Жалпы оған дейінгі қандай ауру түрлері бар, чтобы адамдар біліп алдын алу үшін? Жүректе ең жиі кездесетін ауру ол артериалдық гипертония. Артериалдық гипертония. Яғни жүректің қан қысымының жоғарылауы. Бұрынғы кезде болатын бізде рабочее давление деген 120, 80, 140, 90, 2023 жылы соңғы рекомендациялар шықты, гайды деп айтамыз ғой, Европейское общество кардиологтар шығарған гайдтар. Сол жерде қазіргі кезде әр артериалдық қысымды не дейді, целевое значение, мақсатты мақсатты мәні. Әр давлениенің өзінің мәні болады. Яғни ол бұрынғыдай біз 140, 130 әр жасқа байланысты деп санамаймыз. Яғни қазіргі кезде жақсы давление ол 120, 75, 120, 80, 110, 70 болып саналады. 130, яғни давление, астыңғы давление 85-90, уже ол повышенное давление деп саналады, жоғарғы давление. Яғни бұндай науқастар сол давлениесі 130-90, 130-85-тен бастап ол өмір салтын өзгерту керек. Ары қарай артериалдық қан қысымының бірінші, екінші, үшінші степеніне өтпеу үшін дәріге әлі де болса өтпейді, яғни бұлар бірақ өмір салтын өзгертеді. Егерде темекі шегетін болатын болса, темекісін тастау керек болады, артық салмақ болса, артық салмақтан арылу керек, көп қимыл қозғалыстық жасау керек. Немесе жаңағыдағы артериалдық қан қысымын қатты көтеретін ол тұзды тағамдарды шегеру керек болады.
Егер де науқас артериалдық қан қысымымен ұзақ уақыт жүріп қалған болатын болса, ондай науқастарда жас келе, жаңағыдай айттық қой, өзінің липидный спектрін білмейтін болатын болса, холестерин жоғарылауы мүмкін. Қазіргі кезде біздің жеген тамақтарымыздың бәрі ол фастфуд, бәрі жасанды тағамдар. Солардың әсерінен біз күнделікті мысалға көбінесе углеводтар, көмірсуларды көп қолданамыз. Солардың әсерінен бізде холестерин жоғарылауы мүмкін. Сол холестериннің жоғарылағанның әсерінен жүректің коронарлық артерияларының бітелуі болады. Олардың бітеліп келуі 50-60%-тен жоғарылай бастауы жүректе стенокардия шақыруы мүмкін. Жүректің ишемиялық ауруын тудыртады. Яғни адамның мысалға көп науқастар бізде біле бермейді. Жүректің ишемиялық ауруы пайда болған кезде дереу дәрігерге көрінбейді. Олар көбінесе ойлайды, өкпеме ауырып жүр екен, асқазаным деп. Өйткені бұндай науқастардың бірінші кезекте кеуде тұсында ауырсыну пайда болады. Кеуде тұсының көкірегінің, яғни төс артының ашып, күйдіріп ауыру, қысып ауруы болуы мүмкін. Бұндай жүрек ауруларына, бұндай қысып ауруларда жүректің адамға қандай да бір физикалық күштеме түскенде пайда болады. Яғни бір нагрузкаменен, күшпенен пайда болады. Пациент егерде жүрген кезде, немесе бір этажға шықса, бір ауыр зат көтерілсе, немесе қатты ашуланса, кеуде тұсының ашып, қысып ауруы. Сондай жағдай пайда болған кезде ол кісілер тез арада дәрігерге көріну керек. Оны жүректің ишемиялық ауруы дейміз. Немесе жүректе основной тағы да негізгі 4 клапан болады. Осы 4 клапанның шамасыздығы пайда болса да, клапандар өзара тарылып қалуы мүмкін. Жас келе қатып қалуы мүмкін. Жаңағыдай кальцинат дейміз. Немесе ұзақ давлениемен ауыратын науқастарда бұл шамасыздық пайда болады, жүрек клапандарын созылып кетуінің әсерінен. Осындай аурулары бар. Және де жүректе аритмия дейміз, жүректің ритмі бұзылуы. Бізде аритмолог дәрігерлер күнделікті бірнеше науқастарды қабылдап отырады. Осы немесе аритмологиялық операциялар жасап жатады. Яғни жүректің ритмінің немесе жүректің өткізгіштігінің бұзылысы. Осындай аурулар бар. Жаңағыдай жүрек, содан кейін генетикалық уже тума пайда болатын аурулар бар. Гипертрофический кардиомиопатия дейміз, жүректің миокардының еттері қалыңдап кеткен кезде, немесе рестриктивный кардиомиопатия, ол қатайып қалған кезде амилоидоз дейміз. Осындай жүрек ауруларының әсерінен болады біздің жаңағыдай айтып отқан жүректің жеткіліксіздігі. Күнделікті өмірде мысалы нені ескеру керек? Ең маңызды деген мысал ретінде тамақтану бойынша, дұрыс салауатты өмір салты бойынша, спортпен айналысу, жүріп тұру бойынша. Бірінші кезекте, конечно, ол адамның тамақтануы, дұрыс тамақтану. Қазір нутрициология дамып келе жатыр ғой, барлық Instagram желісінде, түрлі YouTube желілерінде айтылып жатады. Нутрициологтар өте көп қалай дұрыс тамақтану керектігін үйретіп жатады. Конечно, әрине кейде бізде қарама-қайшы заттар болады. Бірінші кезекте жүрек ауруына ұшырамау үшін осы тамақтану жүйесін дұрыстау керек. Және де темекіден аулақ болу керек. Ол бірінші фактор рискі болып табылады. Жүрек ауруына, жүректің ишемиялық ауруына алып келетін шылым шегу, алкогольді кардиомиопатиялар болады. Яғни өте көп алкоголь ішетін науқастарда ол да бір жүректің аритмиясына, алкогольді кардиомиопатияға алып келуі мүмкін. Гиподинамия дейміз. Ол жаңағыдай холестериннің көтерілуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан бұндай ауруға ұшырамау үшін күнделікті ол спортпен айналысу, давлениясын қадағалау, дұрыс тамақтану керек. Және кейінгі кезде байқағанымыз миокардиттер дейміз. Ол жүректе мысалы қандай да бір грипп ауруымен ОРВИ қарапайым суықтап аурудың кесірінен вирусный инфекция жүрекке өтуі мүмкін. Егер де созылып острое респираторное заболевание егерде
жоғарылап және созылып бара жатқан болатын болса, мұндай кезде де тезірек емдеу керек. Өйткені ол өз кезегінде жаңағыдай миокардитке апарып жүректің шамасыздығына әкелуі мүмкін. Біздің орталық осы аймақтағы жүрек емдеу бойынша көш бастап отқан орталықтардың бірі. Біздің орталықтың жасалып жатқан істер жайында жаңа жақсы айтып кеттіңіз. Енді жалпы біздің орталықта осы созылмалы жүрек аурулары бар адамдарға қалай көмектесіп жатсыздар? Иә, жаңағыдай айтып өткеніңіздей, қазіргі таңда 16 емес, уже 18 элват қондырғысын қондырған болатынбыз. Бұл операция жүректің терминальды стадиясында, яғни соңғы науқасқа басқа да ем шаралар және дәрі-дәрмек әсер етпеген кезде жасалынатын операция. Яғни бұл науқастарды қайта бұрынғыдай өмір сүруіне ентікпей, шаршамай өмір сүруіне көмектесу үшін жасалынатын қондырғы. Екінші жаңағыдай трансплантация, жүрекке трансплантация. Біздің орталықта 2 операция жасалынған болатын. 23 жылы 1 операция, 24 жылы 1 операция. Қазіргі таңда Қазақстанның оңтүстік өңірлерінің барлығын біз координировать етіп отырмыз. Өйткені Қызылорда, Тараз, Түркістан облысы, Шымкент қаласында егерде донор табылған жағдайда біздің центрде жасалынады ол операция. Кезек парақшасы бар. Сол парақты бізде күнделікті жаңағыдай толықтырылып отырады. Сол донорлыққа кезекке тұратын ол жаңағыдай первичный, вторичный пациенттер дейміз. Первичный пациенттер ол жаңағыдай ешқандай бұрын соңды ешқандай операция болмаған науқастар. Вторичный пациенттер ол жаңағыдай уақытша элват қойылған науқастар. Яғни элват қондырғысында біз сол трансплантацияға науқастың жетуі үшін, сол кезге дейін өмір сүру үшін қойылады. Яғни мост ретінде, өйткені донордың тапшылығынан кейбір науқастар өзінің донорын күте алмай өліп кетіп жатқан кездер бар. Соңғы 19-шы операцияны біз жақын арада осы айдың басында Ташкент қаласында, яғни көрші елде науқасқа 34 жасар науқасқа жасаған болатынбыз. Ол жақта да енді басталып келе жатқан операция түрі бұл. Яғни бұл операцияда 34 жасар науқас өте ауыр жағдайда болған. Жаңағыдай жүректің шамасыздығының 4-ші стадиясында. Сол науқасқа да мысалға элват қондырғысын қондырдық. Жақын арада біз тағы да 3 операция планға қойып отырық. Жақын арада ол науқастар өте жас науқастар. Яғни бұл науқастардың әлі кішкентай бала шағалары бар, әрі жұмыстары бар. Ол науқастарды сол ары қарай көмектесу үшін, орнына қайта келтіру үшін, яғни күнделікті өмір сүру қалпын жақсарлату үшін осындай операциялар жасалынып жатыр. Кардиовертер, дефибриллятор, жаңағыдай CRTD деген операциялар жасалынады аритмологтар. Ол науқастар, яғни жүректің шамасыздығының стадия C дейміз, 3-ші стадиясында қойылатын, яғни фракция выбросы. Жүрек аластау күшінің 35%-тен төмендей басталғанда істелінетін операциялар. Егерде жүректің ишемиялық аурулары болған болатын болса, аорта коронарный шунтирование жасап жатады. Егерде жүректің шамасыздығына алып келген себеп ол жүрек қақпақшаларының шамасыздығы болса, ол клапандарды ауыстыру операцияларды жасалынады бізде. Рахмет, Айнаш Қамбарбекқызы. Құрметті көрермендер, жалпы жүрегіміз жалғыз және оны аялайық. Біздің бұл Шымкент жүрек орталығының ресми парақшасы, осы парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай Айнаш Қамбарбекқызы сияқты білікті мамандармен көптеген пайдалы ақпараттар беретін боламыз.